Алматы облысы бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының алғашқы нәтижесін Текелі қаласының тұрғындары көрді. Өткен ғасырдың 50 жылдары салынған көне үйлердің бірінде тұратын 12 отбасы қысқа мерзімде ортақ шаңырақтарының шырайланып шыға келгеніне риза. Тұрғындардың қуанышын бірге бөліскен тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар әңгімелейді. Текелі тау етегінде орналасқан әсем қала. Мұнда кен игеріле бастаған кезеңде бой көтерген қос қабатты үйлердің қатарына өткен ғасырдың 50-60 жылдары 4-5 қабатты баспаналар қосылып, шағын шаһарды шырайландырған еді. Арада жарты ғасыр өткенде олардың өзі көнеріп, шатырларынан су өтсе, енді біреулері бүгінгі адамдардың биік талғамына сәйкес келмей қалды. Жақсы үй, жайлы баспана әркімнің арманы емес пе дейді тұрғындар. Олардың талап тілектерін қанағаттандыруға тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы мүмкіндік беріп отыр. Мұхтар Әуезов атындағы көшедегі нөмір 17 үйдің тұрғындары бір мәмілеге келіп, ортақ шаңырақты осы бағдарлама арқасында жөндетіп алуға шешім қабылдаған. Поменяли все. Әсетті ең әдемі болып шыға келді. Кіреберістегі есікті, құбырларды түгел алмастырып шықты. Жаңа баспанадан айырмасы жоқ. Енді мұны 50 жыл бұрын салынған ескі үй деп ешкімде айта алмайды. Ұзақтан қарағанда төбесінің немересі де жақсы жабылды, ана шипырларының бәрі. Мына іргелерінің бәрі құлап жататын, оның бәрін жасады. Мына жасаған сантехника ремонтшыларға да көп рахмет. Өте жақсы әйбат жасады, бап жасады. Мемлекетімізге, президентімізге мыңда бір алғыс, рахмет. Өте қуаныштымыз. Мердігерді тұрғындардың өздері таңдапты. Жұмыстың барысында өздері қадағалаған жөндеу жұмыстарына 7 миллиондай теңге жұмсалды. Бұл несиені тұрғындар 7 жылдың ішінде қайтаруға міндетті. Үйдегілердің көпшілігі зейнеткерлер. Оларға жеңілдіктер қарастырылған. Біткен іске сыншы көп деген сөз бар. Ал бұл үйде атқарылған жұмыстарға сыншы емес, қызығушылар көп. Жөнделген үйді көріп біз қуанып, енді біздің үйлерімізді де осындай жөндеп берсе деген үміттеміз. Биыл облыста тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы бойынша 23 үйде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Тұрғындар оның тиімді екеніне көз жеткізіп отыр. Келесі жылы жоспарда 350 үйді облыс тарапынан жөндейміз деп жоспарлап отырмыз. Оған үкімет тарапынан 1 миллиард 625 миллион ақша бөлінгелі жоспарланып отыр. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, хабар агенттігі, Алматы облысынан.